Өзбекстан жастар елі. Сондықтан еліміз жастарын қолдап қотлау мемлекеттік саясат дәрежесінде. Мемлекетімізде июнь айы жастар айлығы. Оның шеңберінде жастар саясаты менен байланысты түрлі лажлардың шүлкінлестірілуде дәстүрге айланған. Әсіресе жас әулеттің келешегі, олардың таңлаған тараулары бойынша ilmi жұмысларын тұрмысқа енгізуде барлық мүмкіншіліктер бар. Қазіргі уақытта республикамыздың барлық жоғары оқу орындарында магистратура басқышы студенттерінің ilmi диссертация жұмыслары қорғалып жатыр. Толығырақ қазіргі сюжетімізде танысасыз. Қорғау процестерінде магистрантлар 2 жыл давамында алып барған ilmi зерттеу жұмысларының нәтижелерін мемлекеттік аттестациялық комиссиясы ағзалары алдында презентация етіп, өз зерттеулерінің теориялық һәм әмели ахметін текарлап бермекте. Диссертацияларды қорғауда зерттеу темасының актуаллығы, ilmi жаңалығы, әмелият пенен үйлесімлігі, сондай-ақ автордың өз бетінше ilmi зерттеу алып бару процесслері һәм іслеп шығарылған ұсыныстарының әмели ахметіне айрықша диққат қаратылмақта. Мағлұмат орнында биылғы жылы институтты ұлыма 4422, сонан магистратура басқышын 225 магистрант біткеріп шығуы күтілмекте. Бүгінгі жастарымыз әзіргі талап дәрежесінде қорғаулар болып атырыпты, темаларымызды, диссертациялық темаларымызды әзіргі заманға санлы педагогикамен байланыстырылған, жасалма интеллектпен байланыстырылған темаларымыз бар. Әзір балалардың телефонларға беріліп кетуі, интернетте көп отырып, уақытларын басқа керек емес сатыларға жұмсаудан алдын алуға арналғандай темаларымыз бар. Әзіргі педагогиканың актуал темаларына бағышланған диссертациялар. Оқушылардың білім, көнікпе, һәм компетенцияларыны селімді дәрежеде бақылау, объективлігін тәмелу жүдә ахметке ие болып есептелінеді. Соның үшін қазіргі сол темамның, яғни алып шығуда мақсат, қазірде бақылау критерияларында насазлықтар болуы мүмкін. Сол насазлықтардың алдын алу үшін ең әуелен бар соның машқалаларын анықтап алуымыз керек болады. Алдына оған қандай, мәселен, сырттан қандай факторлар тәсір етіп отырғанлығын білуіміз керек болады. Қорғау процесслері магистрлардың ilmi потенциалы, кәсіптік даярлығы һәм өз қанигерлігі бойынша иелеген білім һәм көлікпелерін көрсетуде ахметлі басқыш саналды.